Бүгін целый день видео болмады. Қайда болдың? Ойнадым. Кім рұқсат берді? Ешкім. Сен жаңа ғана мама деп айттың. Өтірік айта салдым. Неге өтірік айтып жатсың? Жай ойнап. Чисто. Иә. Не істеп жатсың өзі? Ойсызсың деп. Приехали кушать. С одним человеком. Корева. Осы бір шетелский істелген торговый центр қандай бір. Басқаша адамдар жүреді мына жерде. Тыныш отырып ішетіндер. Сондай бір адамдар жүреді мына жерде. Әдемі. Шетел өтті. Достар, жаңа ғана уже тамақ ішіп айвер шықты да, сөйтіп кіріп қалсам, пинкодан поступление болыпты, а мен промокодымды сіз 100% аласыздар. Так что барлықтарыңызға. Қалайсыңдар оқырмандарым, жағдайларыңыз қалай? Күндеріңіз сәтті өтсін. Арнама лайк басып, пікір қалдырып, тіркеліп отырайық. Жаңадан келген оқырмандарым, сіздермен жаңа форматта, жаңалықтарда бөлісетін боламын. Осылай арнада. Қыздар Silhouette бренд дүкенінде және осындай да образдар бар. Қайырлы күн, қалайсыздар? Енді көбісі мұнда маған жазып жатыр, футболканың, пижаманың комбосын өте көп сұрап жатқандар. Және де WhatsApp ссылкаға кірмей тұр деп тұр. Қазір менге WhatsApp ссылка қалдырып кетемін. WhatsApp ссылкаға бірінші кіріп көріңіздер. Егер де ол WhatsApp ссылкаға өтпей тұрса, мына жерде номерді отдельно жазып қойдым. Бойынша номер 1 эксперт Тұрсынай Даниярқызы. Бұл кісі мемлекеттік қызметтер бойынша эксперт маманы. Қазір аккаунттан тіркеліп алсаңыздар болады, себебі аккаунт. Сәлем қыздар, мен сіздерге бүгін өзімнің косметикаларын көрсеткен едім, иә. Дәл осы косметикалар Қазақстанда барлығын бірге алатын болсаңыздар 185 мың теңгеге шығады. Қыздар, мына косметиканы обязательно алып қалыңыздар, себебі Қазақстанда 185 мың теңге тұратын осы косметика Ринмада только 35 мың 900 теңге ғана тұрады. Еще соңғы 30 штук в наличии осы сет қалған екен. Ретро-срочка Қырғызстанда Оптима банкпен де тапсырыс бере аласыздар. Дәл қазір Заринаның оқырмандарына 30 штук бар, үлгеріңіздер. Еще қараңыздаршы, мына жердегі Dior Forever тоналка, ол өте плотный, қазір Заринаның бетіндегіндей әдемі текстура тұрады. Еще осындай клиниктің базасы күшті влажнение береді. Қайырлы кеш баршаңызға, қалайсыздар? Мамамның туған күні кеше, енді көбісі кімдікі деп сұрап жатыр. Үлкен дайындықпен, үлкен емен барынша қолдан келгенше қуантуға тырысып жатырмыз. Бұйырса рилс шығады, күшті рилс, сол рилстан көре аласыздар, қандай құттықтау болған, не сыйлағанымыздың барлығын. Бұйырса бүгін кешке көресіздер. Келдік. Мен образым дайын ба? Образыңызды көре салыңыз. Ағын ол дедім болса ғана. Образ жасайтын боламын. Короче, женский образ болады біреуі. Екіншісі сәл женский болады. Үшіншісі ковбой, короче. Ковбой болады. Достар, біз уже қазір клипті басынан келіп жатырық. Бір пинкоға кіріп шығатын бар, короче. А мен промокодыммен 100% алыңыздар. Сәттілік. Мирас мырза, менің клипім қашан дайын болады? Сұрай береді тез. Сразу. Как обычно, вот клип түсіреміз, келесі күні клип шығып жатады. Ертең шыға ма уже? Қалай қаласа? Күтсеңіздерші, дүнген қыз болайын деп тұр. Сөздерінің свиданиеға деген сияқты ма, или типа записка қалдырып кетіп, номер пойдемте на свидание деген бе, қалайсың? Негізі необычный подачалар күшті, необычный подаркалар жіберіп, Басында күлмеймін. енді мен
қазір айтатын болсам айтады, ой, Анеля, я так и знала, она меркантильная, еще что-то деп короче айтуы мүмкін. Негізі егер де қызды мындай сындырып, бір вниманиясын алып, бір күшті бір ощущение, эмоция қалдырып, ну, ондай болады ғой, что-то такое изюминка қалдырғыларыңыз келсе, онда бір күшті бір небольшой букет жіберіп записка. Короче, бірінші букет дейді, и букетте андай бір кішкентай қағаз болса дейді. Короче, привет, как дела деген сияқты. Типа клубникамен деп, бананмен деп тұрса, иә, 1 килограмм. Деген сияқты. Сіздің бірақ басыңыз бос қазір, иә? Бос емес. Бос. Екінші сұрақ. Red flag. Мысалы, сіз жігітпен кездескен кезде не нәрсе, типа сізге прям задевать етуі мүмкін, типа, блин, мына жігіт біртүрлі екен деп бір ойлай келеді ғой. Когда запрет болған кезде. Запрет? Очень сильно много запрещают. Типа, вальс меньше деген сияқты ма? Туда не иди, это не делай деген. Жоқ, кездескен кезде именно. Мысалы, там, есікті ашып бермесе, или там еще, ну, типа, сондай важный моменттер, мысалы. Я негізі джентльмен деген болады ғой, есікті ашып берсе, уважение. Отыратын кезде, это стол бүйтіп қой, да? Сондай моменттер учитывается по-любому. Вот сосын заказ берген кезде өзіне бірінші емес, Что-то будешь деп саған сұрап, иә? Мен дұрыс істеп жүр екенмін онда, пока что. сосын танысып сұрап жатқан кезде болады ғой, өзің туралы ғана айта бермей, ол туралы да сұрап кішкене. Иә, ол қыз туралы көбірек біле білу деген. Сен знайсың деген қандай негізі? Ол деген ол девам ғой. Сен қай gün девам боласың? Я тройка. Тройка деймін. Мен де айтамын. Ты любишь спорить, андай... Сен де білесің ощущенияларды. Ощущенияларың, ондайды қазір білмейтін. Ондай достарымыз көп бізде. Все, рахмет сізге. Болашақта осылай сізді шақыру керек екен деген сияқты ғой, короче. Опыт аламын ба? Обращайся. Все, мен кеттім. Что келемін? Все. Ну, барайын. Достар, жаңа ғана маған пингодан түскен. Бірден қоштасқан Айгүл келіңіз. Микрофоныңызды ала кетсеңіз. Құрметті көрермен, өздеріңіз жақсы білесіздер. Бізде Қосылайық бағдарламасында соңғы кездері кешірім деген өте сирек. Тіпті жоқ десем де болады. Бір емес 2 қызбен жақында ғана бірден қоштасқан жайымыз бар. Бір күнде қоштастық, тіпті себебі тәртіп мықты болған сайын мен ойлаймын, сіздердің бақытты болу мүмкіндіктеріңіз көбейе түседі деп. Біз қимаймыз, біз ойлаймыз, сіз осы жерде отырып бақытыңызды табуыңыз керек деп. Сіз әбден лайықсыз, бар жақсыға лайықсыз деп ойлаймын. Өте жақсы қыз екеніңізді, өте жақсы жан екеніңізді жақсы білеміз. Бірақ сіз өзіңіз қойғаннан кейін сізге деген сұрақ өте көп келіп жатыр. Оның көбісі Тәуіржан туралы, Тәуіржанмен хабарласып тұра ма, қайта келсе қабылдай ма деген. қызық сұрақ болды. Негізі хабарласып тұрмаймыз. Алдында бір рет қана реклама бойынша сөйлескенбіз. Одан кейін сөйлескен жоқпыз вообще. Бірақ ол кісі бір жерде естіп қалдым. Былай махаббат жөнінде емес, жалпы бірақ арасында сөйлесіп тұрамыз дегендей. Соны айтқан ғой. Мен бұрыннан онымен андай 3 ай бойы рекламадан қанша алсам болады деп мен оны ұқты көп қой. Содан сұрай салатын. Сөйте осынша алсай деп айтады. Последний раз солай сұрадым, өйткені оның достары болды да. Қанша айтайын деген сияқты. Ал былай хабарласып тұрмаймыз. Ол келсе деп келеді деп ойламаймын. Келеді деп ойламайсыз. Мен білетін Тәуіржан келеді деп ойлаймын енді. Танып үлгергенім бойынша. Зарина, бүгінгі сұраққа енді